Өміріңізде яркий моменттердің болған қалайсыз ба? Өміріңізді соншалықты жақсы көргіңіз келе ма? Мысалға, бір кісілер болады, өзінің өмірін өзі ұнатпайтын, таңертең де ұйқыдан тұрғысы келмейтін да. Сондай кісілер болса, осы видеоның соңына дейін көріңіз. Мен өзім Аллахтың қалауымен, әрине, өзімнің өмірімді өзім жақсы жағына қарай өзгерттім да, өзім қолыма алдым. Мен до такой степени өмірімді сондай күшті сүргім келді да, солай өзгерткім келді да. Случайно моменттерді, бір болашақта болатын бір моменттерді күткен жоқпын ше. Оның бәрін күтудің өзі бессмысленно деп ойладым да мен. Ол менің жағдайымда, білмеймін сіздерге ұнай ма, ұнамай ма. Өзімнің қолыма, өзім өмірімді алып, өзім шешім қабылдап, өзім өзгерте бастадым барлығынша. Мысалға, мен бір өмірдің бір яркий моменттерінде күткен жоқпын. Маған қашан біреу гүл сыйлайды деп, біреу бір аяқ астынан подарка жасайды деп те күткен жоқпын да. Может, менікі бір эгоистичный көрінетін шығар, біреулерге ұнамайтын шығар. Может, қазір сол кезде құрбыларым осы видеоны көрсе түсінбей қалатын шығар енді, біртүрлі ғой енді. Мен кафеге барып, өзіміз құрбыларымызбен отырған кезде мен өзіме гүлді өзім заказ беретінмін ше. Өзіме гүл заказ беріп, алып келген кезде кім сыйлаған білмейтіндей түр танытатынмын ше. Кім сыйлаған білмеймін, маған біреу жіберген деп ше. Сондай моменттерді, яркий моменттерді өзім жасай бастадым ше. Өзіме сыйлық жасай бастадым. Хоть көрсетіп, көрсетпей да. Өзіме сыйлық жасай бастадым, өзіме внимание бөле бастадым. Өзім үшін жұмыс істеп, өзім үшін дами бастадым, оқи бастадым. Соншалықты өзімді жақсы көргенім, өзіме өмірімді өзгерту үшін енді өзім ғой енді. Сол үшін бір кездейсоқ бір қашан болады екен деген моменттерді күткім келген жоқ та. Алдым да өзім қолыма ситуацияны, ақшанда таба бастадым, өзімнің қалаған жеріме өзімді алып барып жүрдім, қалаған киімді, уже брендтерден киім ала бастадым деген сияқты ғой. Сондай өміріңді яркий моменттерге өткізгің келсе, ауыстырғың келсе, күтудің қажет жоқ. Алыңыз да жасаңыз. Сау болыңыздар.